Давайте сіздермен бірге осы 1 бөлінген синус x-ның интегралын табайық. Бұл жерде мен тригонометриялық формулаларды қолданамын. Интеграл синус x-ті 2 синус x бөлінген 2 косинус x бөлінген 2 деп ажыратып жазамын. Ал 1-ді ең алғашқы формула, яғни синус квадрат x бөлінген 2 қосылған косинус квадрат x бөлінген 2 мен ашып жазамын. Және dx. Тең болады, енді бөлшектерді ажыратып жазайық. Синус квадрат x бөлінген 2 бөлінген 2 синус x бөлінген 2 косинус x бөлінген 2 деп. Тура солай косинус квадрат x пен жазамын. Косинус квадрат x бөлінген 2, 2 синус x бөлінген 2, косинус x бөлінген 2. Және мына жерде dx-тары бар. Квадраты кетеді, синус x бөлінген 2 кетеді. Квадраты кетеді. Және косинус x бөлінген 2 кетеді. Сонда менде қалады интеграл синус x бөлінген 2 бөлінген 2 косинус x бөлінген 2 dx. Қосылған косинус x бөлінген 2 бөлінген 2 синус x бөлінген 2 dx. Енді екеуінен жеке-жеке интеграл табайын. Мына жақта мен косинус x бөлінген 2-ні a деп алайын. Екі жағынан туынды табатын болсам, 1 бөлінген 2 синус x бөлінген 2 dx тең dA-ға. Так, екінші мына жаққа жаңа айнымалыдан берейін. Бұл жаққа мен синус x бөлінген 2-ні m десем, онда 1 бөлінген 2 косинус x бөлінген 2 менде dx, менде dm-ға тең. Мына жерде бізде минус бар, иә? Кеттік орындарына қояйық. Интеграл синус x бөлінген 2, оны тағы да 2-ке бөлген мына dx-ті, мына жерге орнына да-ны қоям минуспен. Минус да деймін. Бөлінген косинус x бөлінген 2-ні орнына а-ны қоям. Қосам, мына жақта косинус x бөлінген 2 тағы бөлінген 2 dx-ті, ол мынаған тең ғой, оның орнына dm-ді қоямын. Бөлінген синус x бөлінген 2-ні орнына m-ді қоям. Енді интеграл табатын болсам, бұл жерден менде минус ln a шығады, қосылған ln m, және плюс c бар. Мен бұны логарифмнің қасиетімен жазатын болсам, ln m бөлінген a, қосам c. Енді орнына қояйық, m бізде синус x бөлінген 2, а бізде косинус x бөлінген 2. Қосылған c тең болады ln синусты косинусқа қатынасы бізге тангенс береді. Тангенс x бөлінген 2. Қосылған c деп осылай біз интегралды табады екенбіз. Егерде тағы да қандай есептің жауабын білгілеріңіз келеді, шығару жолымен комментарийға жазып кетіңіз.